Сәлем. Бүгінгі видеода өттің толуы туралы сөйлесеміз. Бұл мәселе көп адамдарда кездейді, бірақ көбісі оның белгілерін түсінбейді. Егер сізде немесе жақындарыңызда осындай белгілер байқалса, бұл видео сізге пайдалы болады. Өттің толуының негізгі белгілері төмендегідей. Бірінші, оң қабырға астының ауырсынуы, бұл сезім әсіресе майлы тағамдардан кейін күшейеді. Егер ауырсыну күшейіп, ұзақ уақыт бойы кетпесе, бұл өт жолдарының бітелуінен хабар береді. Екінші, ауызда ащы дәмнің пайда болуы, бұл таңертеңгі уақытта, әдетте, өттің дұрыс бөлінбеуінен болады, тілдегі жабын ақ немесе сары налап пайда болуы. Үшінші, жүрек айну және тәбет жоғалту, аурудың алғашқы белгілері ретінде жүрек айнуы мен тәбет төмендеуі байқалуы мүмкін. Төртінші, іштің кебуі немесе ауырсынуы өттің дұрыс жұмыс істемеуінің тағы бір белгісі. Бұл іштің оң жақ бөлігінде жиі байқалады. Бесінші, іш қату немесе іш өту, өт жолдарының бітелуіне байланысты ас қорыту жүйесі бұзылып, іш қату немесе іш өту болуы мүмкін. Егер сізде жоғарыда аталған белгілердің бірі немесе бірнешеуі байқалса, дереу дәрігерге бару қажет. Өт жолдарының бітелуі немесе өт қабындағы тас аурулары уақытында емделмеген жағдайда ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Өттің толуы денсаулыққа зиян келтіретін ауыр жағдай. Алайда оның белгілерін дер кезінде байқап, дәрігерге барып, қажет емдеуді алу арқылы бұл проблеманы шешуге болады. Егер сізге бұл видео пайдалы болса, лайк басып каналыма жазылыңыз. Келесі видеода кездескенше.